Сәлем, менің есімім Снейк. Бүгін мен сіздерге Attack on Titan'ның бірінші сезонын айтып беремін. Иә, бұл анимеміз 4 сезоннан тұрады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Attack on Titan Алыптар шабуылы 2013 жылдың сәуір айының 7-сінен қыркүйек айының 29-на дейін MBS телевизиясында барлығы 25 бөлімі шығарылып бітті. Хажиме Изаяманың мангасынан негізделініп, Wait студиясында аниме түріне келтіріліп, және де режиссері Тецуро Араки жұмыстаған. Адам жейтін алып денелі тіршілік иелерінен өздерін қорғау үшін қорғаныс қамалының ішінде бейбіт өмір сүретін адамдар мен бас кейіпкеріміз Ирен Иега және оның асыранды әпкесі Микаса Арминнің айналасында оқиғамыз басталады. 50 метрлік қамалдан биік бір алып Тайтан шығып келіп, қамалды қиратқаннан олардың туып өскен қаласы мен үйі қирап, Эреннің анасы Тайтанға желінгеннен оқиғамыз әрі қарай жалғасады. Эрен Сурвей группасының мүшесі атанып, адамдарды себепсіз жейтін Тайтандарды жер бетінен жоғалтуды өзіне міндет қылады. Арада бірнеше жыл салып, Эрен тренинг корпусын жақсы сарбаз деген атақпен бітіреді, және де сол жерден жаңа достар табады. Алғашқы тапсырмалар бойынша қамалды күзетіп жүрген кезде әлгі 60 метрлік Тайтан қайта пайда болғаннан қамалды бұзады, және де одан 3-ден 17 метр аралығындағы Тайтандар ішке қарай кіреді. Жоғары жақтан бұйрық келіп сарбаздарды жан-жаққа бөледі, және де сол бөлінген топтардың басшысы ретінде Эрен болып тағайындалады. Эреннің тобының мүшелері бір-бірден Тайтандарға ұсталынып желінеді, және де Эренді де бір Тайтан жеп қояды. Эрен ол Тайтанның ішіне Тайтанға айналып шығып келеді да Тайтандардың көбісін өлтіріп, әлсіреп барып құлайды да Тайтанның мойнының ішінен шығып келеді. Оны көрген Роуз қамалының күзетшілері Эренге күдіктеніп өлтірмек болады. Сол сәтте Пикси есімді гарнизон корпусының басшысы Эренді аман алып қалады. Пикси Эренге аман қалу үшін жалғыз мүмкіндік бар екенін айтады. Алып таспенен әлгі тесікті бітеу, я солай жасаған аман қалатынын айтады. Эрен бұл шешімге келіседі, және де әлгі тесікті бітейді де құлап түседі. Оянып келсе алдында Сурвей корпусының басшысы Эрвин Смит және сол корпустың ішіндегі ең күшті басшы әрі жауынгері Левай Аккерман тұрады. Эрвин Эреннің мойнынан бір кілтті тауып алғанын айтады, және де бұл не кілт екенін сұрайды. Эрен ол кілттің өзінің үйінің астында әкесінің құпия бөлмесі барын, және де ол жерде Тайтандардың құпиясы бар болуы мүмкін екенін айтады. Эренді көп кешікпей сотқа шақырады, және де оны барлығы өлтіруге бұйрық беруін талап етеді. Осы сәтте Левай Эренді ұрып тепкілеп, сен сияқты боқмұрынды осылай тәрбиелеу керек деп, ұрып тепкілеуін жалғастыра береді. Левайдың осы әрекетінің арқасында Эрвин жеңеді, және Эрен Левайдың қарамағына кіреді. Бұлайша айтсақ, Эрен Сурвей корпусының мүшесі атанады. Сурвей корпусының жауынгерлері қамалдың сыртында жүрген кезде Эрвиннен жаңа тапсырма келіп, сол бойынша орманға қарай аттанады. Орманға қарай бара жатқан жолда Фемл Тайтан деп аталатын шебер айлакер Тайтан шығып келіп, Сурвей корпусының жауынгерлерін бір-бірден өлтіре бастайды. Барлығы орманға жетеді, және де орманның ішінде Фемл Тайтанға тұзақ құрып қойған екен. Фемл Тайтанды қолға түсіреді, бірақ та Фемл Тайтан сытылып қашып кетеді. Бұл кезде Эрен орманның басқа жағында жүрген еді. Әлгі Тайтан Эренді іздеп жүрген екен. Эренді қорғап жүрген Левайдың сарбаздарын бәрін өлтіріп, Эренді қолға түсіреді, және сол сәтте Эрен Тайтанға айналып, әлгі Фемл Тайтанмен бірге бір көреді. Эрен Фемл Тайтанға жеңіледі. Фемл Тайтан Эренді алып қашып бара жатқан кезде Микаса мен Левай келіп, Эренді Фемл Тайтаннан қайтарып алады. Эрвиннің бұйрығы бойынша барлығы қамалға қайта оралады. Және де бұл жорықта өте көп адам қаза тапқан еді. Сол себепті Эрвин сотқа шақырылатынын біліп, Арминге не істеу керектігін, Фемл Тайтанның кім екенін айтып кетеді. Эрвиннің ойлағаны бойынша оны қамауға алмақ болып, сарбаздар келіп ертіп кетеді. Эрен, Микаса, Армин Эрвиннің айтқаны бойынша Анниге барып, Аннидің Фемл Тайтанға айналуын күтеді. Анни Фемл Тайтанға айналып, Эренді ұстап алып қамалдан шығып қашып кетпекші болады, бірақ онсынан нәтиже шықпайды. Эрен Тайтанға айналып,
Анниді қуып жетіп, қайтадан бірге бір көреді. Бұл жолы екеуі де әлсіреп қалады. Сол сәтті пайдаланып, Анни Пемолтайтын қашпақшы болып, қабырғамен жоғары өрмелей түседі. Қамалдың үстіне шығуға сәл қалған кезде Микаса жетіп келіп, Пемолтайтынның саусақтарын кесіп түсіргеннен ол жерге қарай құлайды. Эрен жетіп келіп жерде жатқан Пемолтайтынның желкесін жұлып алып, ішіндегі Анниді жемекші болады. Сол сәтте бір жарық шығып, Анни өзін өзі қатты кристалл затқа айналдырып жібереді. Барлығы оны сол кристалдың ішінен шығармақшы болады, бірақ та ол ойларынан ешқандай нәтиже шықпайды. Анименің соңында Аннидің өрмелеген қамалы аздап зақымдалып қалған еді. Сол зақымдалған жерлерден аздап бөліктер түсіп қалады. Сол түскен жердің ар жағында Тайтанның беті көрініп тұрады. Анимеміздің бірінші сезоны осылай аяқталады.